Бауырым дұрыстап шақырсайшы дейді да, бір сондай бір әңгіме естіп қалдым да. Ана жерде ұялғаннан қатарға тұра қалдым, мен оны басқа біреу шақырды. Білім жолында тәкаппар да болмау керек, қатты ұялшақ та болмау керек. Көбісі айтады да, уақиға сүресін оқы, иншаллах сен ризығың артады, ол жағынан уайымдамай қылсаң болады деп. 1400 жыл бұрын хат келді, Құран келді, бірақ біз 1400 жыл бұрын бойы әлі оқи алмай келе жатырмыз да. Сол кезде бірақ сол уақиға сүресінде ақша туралы бірақ ештеңе айтылмаған. Біз Аллаға жүгірдік, көлеңке артымыздан келеді өзі. Егер біз көлеңкеге жүрсек жетпейміз ғой, қанша қоласаң да кете береміз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін Құран бақыттың кілті атты подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Қарағанды облысының Әл-Ғафар мешітінің ұстазы Қарекең және уағыздар жинақтары деген қазіргі ұстаздардың уағыздарын таратып жүрген осындай уағыздар жинақтардың парақшасының Әлішер Алпысбаев деген бауырымыз келіп отыр. Енді бүгінгі подкастымыздың негізгі мақсаты адамдарды Құранға қызықтыру және де Құранға қалай оңай әрі жеңіл түсуге болатындығын көрсету. Енді біздің негізгі тақырыбымыз Құран болғаннан кейін Нұреке, өзіңіз Құран жолына қалай келдіңіз? Ең алғаш Құран әліппесін қашан бастадыңыз? Қашан қалай? Қысқаша айтып өтсеңіз. Негізі намаз оқып жүргенімізге біраз жылдар болды. Ол жасыратын нәрсе емес. Бірақ осы 2 жыл болып қалды, негізі осы Құранға енді түсіп жатқаныма. Басында біз бәріміз сол кириллицадан бастадық, ешкім айтқан жоқ, мешітке онша қатты келе қоймайтынбыз, әйтеуір жобалап оқып жүрсек болды деген ниетте жүрдік. Одан кейін барып көбі Құранға түсе бастады. Имамдыққа шыққан кезде де сәл ыңғайсыздық тудырғаннан кейін іште бір ұялу сезім пайда болды да. Құранды көресің, бірақ ішінде оқи алмайсың да. Содан кейін барып Алладан бірінші дұға еттім. Бірінші адамның ниеті ашылу керек ол нәрсеге. Дұға етіп жүрдім, я Алла тағалам, осы Құранға түсіп кетуімді Алла өзің нәсіп етші дедім. Әрі қарай Алла өз себептерін қыла береді екен да. Адамдарды жібереді, соған қатысты нәрселерді алдынан шығарып қояды екен да. Сөйтіп сол кезде ақшам намазына барамын мен сол күні. Ақшам намазына барған кезде бәрі жаңа қамат шақырып жатыр. Қамат шақырылайын деп жатыр, бәрі алдыңғы қатарда отыр. Содан кейін бар, осы Жезқазған қаласында отыр. Сол дұғадан кейін кетіп жатыр ғой. Содан кейін маған айтты, қамат шақыр дейді да. Жаңа микрофон ұстадым да, қамат шақырайын деп жатқан кезде сасқалақтап қалдым шамалы. Бір сөздерді қайталап жатырмын, жаңа хайя аля сол деп қателесіп жатырмын да мына жерде. Өзім сасып қалған біреу тұрды да, бауырым дұрыстап шақырсайшы дейді да, бір сондай бір әңгіме естіп қалдым да. Ана жерде ұялғаннан қатарға тұра қалдым, мен оны басқа біреу шақырды. Сөйтіп үйге кетіп бара жатырмын, ұялып іштей. Үйге кетіп сөйтіп маған ұстаз жазады. Бауырым, Құранға түсіруге көмектесіп жіберейін саған деп. Ең бастысы мен белгілеген уақытта келіп отырсаң болды деді. Ол кісі өзі жұмыс істеп жүретін басқа жерлерде. Мен барып бір-екі әріп үйреніп кетіп соған қайталап тапсырып жүретін. Солай басталды мен негізгі оқиғам. Ал енді Қареке өзіңіз айтып кетсеңіз, Құранға қалай келдіңіз, қалай түстіңіз, қалай махаббатыңызды аштыңыз дегендей. Енді жалпы мен Құранға келгеніме бір 10 шақты жыл болыпты. Осы дін саласында жүргеніме, Құран жолында жүргеніме. Ең алғаш мені медресеге атам берген. Және жәннатта болсын. Бірақ мынарада бір не бар. Біз бұрын ауылда тұрған кезде бізге жаз ауылда балалар келетін оқытуға. Мешіттен, медреседен, қазір имани жаз болып жатыр ғой. Сол балалар келетін, бірақ не екенін білмеймін, мен мешітке баруға бір нәсіп болмады, мешітке бару. Менің үш інім бар, үшеуі де мешітке барды, менен бұрын Құран оқып үйренді. Бірақ сол 2013-14-те солай інілерім оқып жүрді, мен бара алмадым. Ауылға балалар келеді, бірақ мен белгілі бір себептермен бара алмаймын. Алла нәсіп етпеді. Кейін 2015 жылы жазда атам мені Астанаға жіберді. Имани жазға. Астанаға келдім. Осы Астанада медреседе бір айдай, ол кезде Рамазан жазда бір айдай оқыдық. Енді ол кезде Рамазан болғаннан кейін медреседе күнде ауызашар болады, тамақтар әдемі. Кейін медреседе не болатын бізге? Басына барған кезде айтты, осы бір айдың соңында жарыс болады Құраннан. Және Құран әліппесінен, Құран оқудан, сүрелерден, жаңағы ғылым қалдан деген сияқты. Бірінші орын алған адамға скоростный велик бар еді. Осы скоростный велик береміз деді. Ана жақта бір жағынан медресе жаңағы тамақтар әдемі, күнде ауызашар енді. Бір жағынан жаңағы велик қойып қояды да былай неге, салонға. Бәріміз каждый дәрістен шыққан сайын намазда көреміз. Біраз не берді да, мотивация. Сөйтіп мен сол жақта жүрген кезде кәдімгідей барынша әліппені бәрін жақсылап оқуға, ақысын беріп оқуға тырыстым. Алланың қалауымен сол бір айдан кейін тест емтихан тапсырған кезде бірінші орын алып ауылға сол великпен қайттым. Кейін мен ниетім ашылып кетті ары қарай медресеге оқуға.
ең қызығы мына болды да, енді мен мысалы бірінші інілерім оқып бастады, мен олардан қалып қалдым кәдімгі 2-3 жылға. Бірақ мен кәдімгі қызығатынмын, олар барады, дәрет алып үйреніп келеді, намаз оқып үйреніп келеді. Сұрауға намыстанатынмын да олардан. Мен кішкентай олар менен. Мен бұлардан дәрет үйренемін ба, намаз үйренемін ба деген сияқты. Сөйтіп оқымай жүрдім. Бірақ атам мені 2015-те жаңа Астанаға медресеге жіберді. Одан кейін солай медресеге жолым басталды да. Кейін Алланың қалауымен Стамбулда оқыдық 3-4 жыл. Сол жақта шариғат, қарилық бәрін бітіріп келдік. Алланың қалауымен қазір қари болдық. Енді мынандай бір қағида бар, айтқым келгені, әл-иътибар бил хаватим дейді. Маңызы болған, негізгі маңызы болған ол нәтиже. Бастауы маңызды емес. Мысалы мен бастаған кезде інілерім менен бұрын бастады, бірақ дәл қазіргі кезде Алланың қалауымен мен мысалы не істеп кеттім, қари болдым деген сияқты. Дәл сол сияқты кейбір адамдар болады, қазір 60-та, 70-те, 50-де аға Құран оқыңыз деген кезде олар бізде жас кетіп қалды, ондай кішкентай балалар Құран оқып жатыр, бізге қайда уже уақыт өтіп кетті деген сияқты сондай ой болады. Сол үшін ешқандай кеш емес, енді ештен кеш жақсы дейді ғой. Кеш те болса өміріміздің соңына дейін осылай Құран оқуға істеуіміз керек, өзіміз атауымыз керек. Енді айтады, екі адам дейді білім алмайды. Біріншісі қатты тәкаппар адам, екіншісі қатты ұялшақ адам. Сол үшін білім жолында тәкаппар да болмау керек, қатты ұялшақ та болмау керек. Егер біз қатты тәкаппар, қатты ұялшақ болсақ, біз білімсіз қаламыз. Ал кейін екінші айтқым келген нәрсе, енді менің осы медресеге баруыма, осы жолға түсуіме атам негізгі себеп болды. Жаны жәннатта болсын. Енді менің атам бұрын кәдімгідей 91-ге дейін кәдімгідей менің партияның мүшесі болған, құрылысшы болған. Кейін жаңағы одақ ыдырағаннан кейін намаз оқыған. 2015-те мені медресеге берген сол атам. Мен ең үлкен немересі болдым, мен медресеге берді. Кейін жаңағыдай жазда медресені ұтып алдым, велик ұтып алдым, ниет жақсы ашылды. Кейін Астанаға сол медресеге оқуға түсіп кеттім. Мектепте оқыдым, медреседе жатам. Жаңағы барып келіп, мектеппен қатар медреседе оқып жүрдім. Сол кезде бір қызығы, мен сентябрьда бардым. Сол декабрь кезінде, желтоқсан айында атам қайтыс болды. И сол кезде атам айтатын, мен сені медресеге не үшін бердім? Мен қайтыс болған кезде сен маған Құран оқисың деп. Сол кезде енді атам білмеймін, сезді ма, адам сезеді дейді ғой, жалпы қайтыс болатын. Сол кезде 2015-те мені қыркүйек айында медресеге берді, ал желтоқсан айында өзі қайтыс болды. Бірақ дәл қазіргі уақытқа дейін мен намаздан кейін енді тіпті Стамбулда оқып жүрген кезде әр дәрістің басына Құран оқып бастайтынбыз. Бір фатиха 3 класс оқып, сол біз оқиын деп жатқан кітаптың несіне бағыштайтынбыз. Мысалы, имам Тафтазанидің кітабы болса, жаңағы біз оған имам Тафтазаниге рухына бағыштайтынбыз да фатиха. Сол кезде мен атамды да қосып отыратынмын. Сол үшін дәл қазіргі кезде де әрбір намазымнан кейін, дұғамнан кейін ол кісіні дұғама қосам, өйткені менің осы жолға келуіме себепкер болған сол кісі. Сол үшін айтар едім, енді адамға ең маңыздысы артына салихалы ұрпақ қалдыру. Хадис бар ғой. Иза мата ибну адама инқата анху амала, адам баласы қайтыс болған кезде амалдаптер жабылады дейді. Енді екі періште бар, кермен катибин деген, оң жақтағы жақсылығымызды, сол жақтағы жамандығымызды жазады. Бірақ адам баласы қайтыс болған кезде амалдаптер жабылады, ешқандай жақсылық та жамандық та жазылмайды. Бірақ пайғамбарымыз хадисінде илля ан салас, тек 3 адамның амалдаптері жабылмайды дейді. Былайша айтқан кезде пайғамбарымыз бізге ақыретке инвестиция қалай жасау керек, соны айтып жатыр да. Енді қазір қатты былай хит болып жүр ғой. Адам өзіне инвестиция жасау керек, біліміне, бизнеске, анаған мынаған деген сияқты. Бірақ нағыз шынайы инвестиция ол ақыретке. Айтады ғой, адамның мал дүниесі өлгенше дейді. Бала шағасы, жора жолдастары, туған туыстары қабірге дейін. Қабірден кейін адам өз иманымен, жаңа сауап амалдарымен ғана қалады да. И пайғамбарымыз бізге осы хадисте ақыретке инвестиция қалай болу керек, соны айтып жатыр. 3 адам бар, солардың амал дәптері жабылмайды, әрдайым артынан садақа барып тұрады. Біріншісі садақа жария. Садақа жария берген адам. Егер Алла Тағала байлық берсе, көпшіліктің игілігіне мысалы жол салдыруымыз керек, немесе су жоқ жерлерге құдық аштыру, мешіт, медресе, аурухана салу деген сияқты, оны адамдар қолданған сайын сауабы барып тұрады. Екіншісі Аллах Тағала байлық бермеді, бірақ білім берді. Олай болса артынан пайдалы білім қалдыру керек. Кітап жазып қалдыру керек, немесе шәкірт оқыту деген сияқты. Біздің жазған кітаптарымызды немесе оқытқан шәкірттеріміз басқа адамдарға үйреткен сайын артынан сауап барып тұрады. Үшіншісі Үшіншісі салихал ұрпақ дейді. Ол қандай ұрпақ? Және сол адамға әрдайым Құран оқып тұратын. Мысалы өз мысалымнан беріп жатырмын да. Аллах Тағала байлық та бермеуі мүмкін, бірақ білім де бермеуі мүмкін. Артылып бара жатқан біліміміз де болмауы мүмкін, бірақ артымыздан салихал ұрпақ қалдыруымыз керек. Әрдайым біздің артымыздан Құран оқитын,
садақа беретін. Сол үшін енді Алла тағала баршамызға салихалы ұрпақ жетістіру нәсіп етсін. Негізі әр адамның өзінің Құранға түсу жолдары әртүрлі ғой. Біреулер махаббатпен келеді, біреулер бір себеппен келеді, біреу жай бір уағызға қатыспай дейші дегеннен кейін бір уағыз әсер етіп кетуі мүмкін деген сияқты. Енді өте қызық екеуміздің оқиғамыз екі түрлі болып тұр. Ал енді Әлішер мырза, өзіңіз Құранға түсу жолыңызды айтып кетсеңіз. Иә, мен өзім намазға Алланың қалауымен келдім. Біраз жылдар болып қалды намаз оқып жатқаныма. Сол намаз оқып жүрген кезімде мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянына қызығатынмын. Сондай бір қызығушылық пайда болды менде сол өмірін білуге. Сөйтіп ниеттеніп жүрдім. Сөйтіп Алланың қалауымен маған біреу айтқан ғой, Нұрсұлтан ұстазды тыңдаңыз деп. Соны сира жаңағы несі бар түсірген. Содан көріңіз деген ғой. Сосын мен сөйтіп содан көріп жүрдім. Алланың қалауымен адамзаттың асыл тажы деген кітап алдым. Сол кітапты оқып бітірдім. Сөйтіп Алланың қалауымен мен иманым кішкене арта бастады да, уже діни білімім пайда бола бастады. Сөйтіп жаңағы Нұрсұлтан ұстаздың бүкіл сирасын Алланың қалауымен көріп тастадым. Сөйтіп көргеннен кейін парақша аштым, уағыздар жинақтары деген. И сол парақшаны жүргізіп бастадым. Соны жүргізіп бастаған кезде Алланың қалауымен маған сонда подписчиктер жинала бастады. Әжептәуір. Сөйтіп мен мотивациям одан қатты ашылды да, адамдарға солайынан Нұрсұлтан ұстаздың, басқа да ұстаздардың дәрістерін жіберіп, адамдарға сол себепкер болғым келді да, танытқым келді, кішкене діни білімдерін арттырғым келді ғой, былайша айтқанда. Соны себепкер, иә, сөйтіп себепкер болғым келді. Ең бірінші сол TikTok парақшасын аштым, кейін Instagram аштым. Алланың қалауымен қазір біраз подписчиктер жиналды. 263 мың. Иә, сондай подписчик жиналды, иә, Аллаға шүкір. Содан кейін мен өзім Құранға түсу керек деген ой келді маған уже. Өйткені діни жолда жүрміз, ертең тоже солайынан неге имамдыққа шығасын, ол үлкен жауапкершілік қой. Иә, сол сияқты, иә. Сол сөйтіп Алланың қалауымен сіздің жаңағы сторисіңізді қарап отқан ғой. Сол кезде андай бір не жолықты, 5 күнде Құранға түсу деген сондай тәсіл шыққан. Бір істеген еді ғой сізбен 3 күнде. Иә, содан сізден көрдім да, сосын сізге связьға шықтым, сізбен байланыстып, кездесіп, кейін сіз екеуміз неге бәстестік, халал бәстесу болды. Сол кезде сіз маған айттыңыз, 5 күнде 3 сағаттың ішінде Құранға түсірем деп айттыңыз. Сөйтіп біз реалити ұйымдастырдық. Сөйтіп Алланың қалауымен мен сізге 5 күн 20 минуттан дәріске барып отырдым. Сөйтіп Алланың қалауымен 2 сағаттың ішінде Құранға түстік қой. 3 сағат емес, 2 сағат. 2 сағатта, иә. И мен сол кезде сенбеген болатын, то что адам 3 сағаттың ішінде Құранға түсу, ол былайша айтқанда мүмкін емес деп ойлаған ғой. Сөйтіп Алланың қалауымен Қареке мені 2 сағаттың ішінде Алланың қалауымен қазір Құранға түстік. Құранның бетіне қарап оқимыз. Оқытайық па? Аллаға шүкір. Ал енді не үшін реалити түсірдіңіздер? Сол өте бір қызық болып тұр сол тақырып. Негізі кейбір адамдар ойлауы мүмкін, не үшін реалити түсірдіңдер, тып-тыныш бір бөлмеде отырып оқытсаң да болар еді ғой деген сияқты. Бірақ біздің негізгі мақсатымыз адамдар Құранға қызықтыру. Мен осы Әл-Ғафар мешіті ашылғаннан бері осында қызметтемін. Көптеген адамдарды оқыттым Құран. Адамдардың мынандай бір фобия қалыптасып қалғаны, қорқыныш. Құранға түсу қиын. Оған көп уақыт керек, оған уақыт бөлу керек, тіліміз келмейді деген сияқты бір қорқыныш, бір фобия қалыптасып қалған, барьер қалыптасып қалған. Менің негізі мақсатымыз біздің осы реалити түсірген кезде Құран оқу қиын еместігін, оған көп уақыттың керек еместігін, және де егер мықты ұстаз, мықты техника болса, методика болса, осындай 2-3 сағат сияқты аз уақыттың ішінде Құранға түсуге болатынын көрсету. Енді адамдар көрмесе сенбейді ғой қазір. Негізі енді Құранның бетін ашып қалған кезде шошып кетеді да, оқи алмайды. Негізі жыбырлап сөйтіп тұрады ғой. Иә. Негізі аз-аздан үздіксіз деген нәрсе ғой. Басында бір кішкентай нәрсе нәтиже берсе, 20% нәтижесінде, Пареттоның ережесі сияқты ғой, сол 20% усилие дейді ғой. Амал 80% нәтижеге алып келеді деген нәрсе ғой. Аз-аздан бастаған кезде сіз өзіңіз ойламаған да үлкен нәтижелерге келу мүмкінсіз да. Сол сияқты мен осы сұрақты әрі қарай жалғастырып кетейін. Жалпы 2 сағатта Құранға түсу деген техникасы қалай ол? Қалай түсіру керек ол? Енді жалпы 2 сағатта бұл біздің Стамбулда, Түркияда, енді Түркияның методикасы деп айтсам болады.
Қазақстанда былай ресми оқытып жатқан Құран орталықтары бар ғой, олардың көбі жаңағы мұғалім сәниді қолданады. Былайша айтқан кезде ондай бір не жоқ деп білемін, оқу орталығы осы методиканы қолданатын. Бірақ осыны айтпастан бұрын бір не айтайын. Енді көп адамдарда айттым ба қорқыныш бар деп. Негізі үлкен үш қорқыныш бар. Біріншісі қиын деп ойлайды. Жаңағы бетін ашып қалады, былай жыбырлап тұрады, маған да солай көрінеді, жыбырлап былай. Кейін екінші жаңағы тіліміз келмейді дейді. Кейбір адамдар 60-70 жастағы. Үшіншісі уақыт керек дейді. Енді біріншісі Құран, ол ешқандай да қиын емес та. Бұл Құран жалпы әліппе дейміз ғой, әліппе. Біздің ата-бабамыз 1920-ға дейін осы араб алфавитін қолданған. Біздің былайша генімізде бар ғой, араб әріптері, араб алфавиті. Бізге былай бөтен нәрсе емес та. Жалпы мынандай нәрсе бар. Бұрынғы кезде біздің ата-бабамыз мұсылман болғаннан кейін, алхамдулилля, қазақтар араб алфавитін қолданғанбыз. Жалпы айтады, бір тіл дейді, ол ұлтты білдіреді дейді. Мысалы, қазақ тілі қазақ ұлтын, орыс тілі орыс ұлтын деген сияқты, ағылшын тілі ағылшын ұлтын білдіреді. Ал жазу ол дінді білдіретін болғанда бұрынғы кезде. Сол үшін де көп мұсылман мемлекеттер, мысалы Орта Азияда біз мысалы бұрынғы кезде шағатайша дейді, төтеше деген сияқты араб алфавитін қолданғанбыз. Сол үшін бұл араб алфавиті бізге бір бөтен дүние емес та. Ал екіншісі, тілге келмейді деген кезде, жаңа айтқандай, біздің қазақ тіліне кірген сөздер өте көп. Араб, парсы тілдерінен. Енді айтып қойайын ба, қазақ тілінің %70-і арабша деген сияқты. Енді көп сөздер келген арабшадан. Біздің тілімізде 48 әріп бар, ал араб тілінде 28 әріп. Бізде 42 әріп болғаннан кейін, біздің қазақ тілінің бір несі, енді қазақ тілі бай тіл ғой, кез келген тілдің әріптеріне былай икемделе алады. Ол арабша болсын, ол ағылшынша болсын, ол басқа бір қытайша болсын да, біздің қазақтардың тілі икемделіп кете алады да. Және де уақыт керек дейді, бірақ бізде дәлелдеп шықтық. Негізі мәселе осы уақыт қой. Мысалы, біз 2 сағатта Алланың қалауымен түстік. 2 сағатта қазіргі кезде бір кинода көріп тастайсың. Немесе 1 сағаттан 2 сериал деген сияқты 2 сағат бос нәрсеге қорытылып жатыр да. Ал бірақ осы күні 20 минуттан негізі уақыт жоқ деген сылтау ғой. Бір сөзбен айтқанда, табам деген адам табады ғой. Просто анау махаббат оянбай тұр біріншіден, екіншіден Раббысынан ұялмай тұр, ашан оқи алмайтынына. Үшіншіден кейінге қалдырып жатыр. Бұл осы шақ нәрсе сияқты менің ойымша. Көп сөздің жаңағы түйіні келген кезде. Бана техниканы мен түсіндіріп жіберейін. Жалпы енді Құранда 28 әріп бар, иә? 28 әріп, кейін харакеттер деген бар. Жаңағы үсті асты өтір дейді, жаңағы фатха, кесера, дамма, кейін 2 үсті, 2 асты, 2 өтір, тәнуиндер, кейін мәт. Біз осы үш нені 28 әріпке формула салып шығамыз. Мысалы, бірінші әлиф болса, үсті болса асты, өтір, кейін 2 үсті ән, ин, үн. Егер жаңағы мәт созу ғой, мәт болса созамыз, деген сияқты. Бұл формуланы біз барлық 28 әріпке салып шығамыз да. Мысалы, бә, би, бу, бән, бин, бүн, бә, би, бу деген сияқты. Бұл формулада оған дәлді де, қафты да сала бересің да. Біз бірінші күні осылай 5 әріп өтеміз, екінші күні 10 әріп, үшінші күні 13 әріп. Солай 28 әріпті осы үсті, асты, өтір, тәнуиндерге, кейін мәттерге осылай 3 күнде 28 әріпті бәрін салып көрсетеміз. Енді 4-ші күні сүкін бар, сүкінді өтеміз. 28 әріпті сүкінді. Ал 5-ші күні шәдде болады, тәштид. Біз осы 5-ші күні осы тәштидті өткіземіз. Каждый күн 15-20 минуттан осылай 5 күнде Алланың қалауымен Құранға түсеміз. Ал құрметті бауырлар, осы бір апталарыңызды полный Құранға арнаңыздаршы, өкінбейсіздер. Одан кейінгі күндеріңіз Құранмен өтеді, қалған апталарыңыз. Керемет та, бір аптаны былай да өтіп жатыр ғой, жұмадан жұмаға қалай жетіп жатқанын өзіміз де білмейміз да. Қарасаң 5 күн дегенмен бір апта ғой. Күнде 20 минуттан бауырлар ұялайық, Раббымыздан әрекет қылайық. Мынау махаббатты оятайық. Ал махаббатты оятудың жолдарын қазір бір-бірімізбен бөлісетін боламыз. Осы жерде осындай бір сұрақ туындайды. Құранға қалай өзімізді қызықтырамыз, қалай жасасақ бізге Құранға деген махаббатымыз оянады, сондай бір сұрақ туындап тұр сізге. Жалпы енді біз Құранға қалай қызықтыру деген кезде бізді Құраннан не тосады? Осы бір сұрақты несе алайық па? Мысалы, бір адам ауырып келген кезде оның бірінші несін ауруын білуің керексің ғой. Кейін диагноз қоясың, сол неге қарай дәрісін жазып бересің деген сияқты. Жалпы ғалымдар айтады, біз адамдардың дейді Құранда оқымаудағы ең үлкен 3 себебі бар екен да. Біріншісі, біз дүниеге қатты беріліп кеттік дейді. Дүниеге қатты берілдік, барлық уақытымызды дүниеге арнап жібердік, ал Құранға уақыт қалдырмадық дейді. Ал екінші себеп дейді, бұл біз
мынау Құранның шынымен де Алла тағаланың кітабы екенін түсінбейміз дейді. Толығымен иман келтіре алмаймыз дейді. Егер біз Құранның шынымен де Алла тағаланың кітабы екенін білсек, онда біз қолымыздан тастамайтын едік. Енді айтады ғой, кезінде дейді, сахабалардың, үлкен әулие ғалымдардың, табииндердің Құранмен ара қатынасы қалай болған деген кезде, егер дейді, біз оларды көрсек, жынды деп ойлаймыз дейді да. Ал олар бізді, осы заманға бізді көрсе, бізді былайша кәпір деп ойлайды дейді да. Бұрынғы кезде алдына бір неде көрдім, адамдар мысалы телефонда қазір күніне 300-ге жақын ашады екен да. Сағатты қарайды, сообщение келгенін қарайды деген сияқты. Ал дәл бұрынғы кезде сахабалар дәл солай, біз телефонда қалай көп қараймыз, дәл солай көп ашатын болғанда. Енді ойлаңыз, Құранда бір күнде 300 рет ашу деген сұмдық қой мысалы. Бұрынғы кезде адамдардың, сахабалардың Құранмен қатынасы осылай болған. Олар Құранның шынымен Алла тағаланың кітабы екенін сезінген, толығымен иман еткен, амал еткен да сонымен. Кейін мысалы тағы бір мысал берсек, егер мысалы бір президенттен хат келсе, ағылшынша келсе, түсінбесек те түнімен отырып аударып оқып аламыз ғой. Ал бізге әлемдердің Раббысынан 1400 жыл бұрын хат келді, Құран келді, бірақ біз 1400 жыл бұрын бойы әлі оқи алмай келе жатырмыз да. Қосып жіберсем болады. Негізі Құран оқымайсың ба деген алдында адамдар жалпы кітап оқи ма қазір деген мәселеге келейікші бірінші. Кітап оқымайтын адам, ол Құранды точно оқымайтын адам да, бір сөзбен айтқанда. Енді ол Құранды қалай оқу керекпіз, қалай Құранға махаббатымызды ашамыз деген тақырып ең оңай жол дейсіз. Телефондамыз ғой барлығымыз. Енді барлығымыз музыка тыңдаймыз. Ол басында музыка тыңдаған ұнамауы мүмкін, уақыт өте келе ұнап кетуі мүмкін, трендке айналып кетеді. Күн оның тексттерін жаттап аласың уақыт өте келе. Сол сияқты менің ойымша, жаңа 20 минут бөлі деп жатсыз Құранға. Сол сияқты бір күніне 10 минут қойып алайықшы. Күніне 10 минут Құран тыңдайық деп. Сөйтіп Алла тағала аша береді жүректі ше, Құран тыңдаған сайын да. Сол тыңдағаннан кейін сіз уже ана махаббатыңыз ашылғаннан кейін уже Құранға түскіңіз келеді. Сіз де тіліңізді келтіріп, жаңа өлеңде де сөйтесіз, өлең караокеде отқан кезде тіліңізді келтіріп тырысасыз деген сияқты Құранға да сол басында жаңа созып әдемілеп оқуға тырысасыз. Сол үшін менің ойымша, мен өзім беретін кеңесім, өзім осы методикамен келгеннен кейін бірінші мен Құранды тыңдадым. Оқи алмасам тыңдайшы. Сол тыңдап жүрген арқасында оқып кеттік. Енді бағана айттық қой, Құранның бірінші себебі осы деп. Біз Құранның шынымен де Алла тағаланың кітабы екенін толық иман ете алмадық. Егер шынымен де Алла тағаланың кітабы екенін білсек, жаңағы телефонның орнына Құран ұстап жүретін едік та. Ал екіншісі, біз толығымен өзімізді дүниеге беріп қойдық. Барлық уақытымызды дүниеге арнап қойдық. Мысалы қазір бізге былай айтса, мысалы испан тілін үйреніп алыңдар, 1 миллион теңгелік жұмыс бар. Бірақ ол жұмысқа орналасу үшін испан тілі керек десе, біз жатпай тұрмай, ана 2 апта, 1 айда испан тілін үйреніп аламыз. Тілімізді бұрып болсын. Ал бірақ Аллах тағала бізге мәңгілік өмірді уәде етіп жатыр, жәннатты уәде етіп жатыр да, Құран оқыса. Енді Құрандағы адамдардың дәрежесі Құранмен болады деген. Мысалы, кейбір адамдар сұрайды, жәннатта мұсылмандар қалай болады, біздің дәрежеміз қалай болады деген кезде мен сұраймын, сіз Құранды қаншалықты білесіз деп. Тіпті Айша анамыздан келген хадис бар. Юқалу ли қариил Құран дейді, адамдар жәннатқа барып кіреді ғой, иншалла. Бәріміз кіреміз Алланың қалауымен. Сол кезде бізге сұрады екен. Юқалу ли қариил Құран, Құран оқушыларға, мұсылмандарға, иқра уәртақ. Оқу көтеріл. Кәма қарата фит дүния. Осы дүниеде қалай Құран оқыған болсаң, жәннатта да солай оқы. Оқыған сайын дәрежең көтеріледі дейді да. Фа инна манзилатака инда ахир аяти тақрауа. Сенің ең соңғы баратын жерің Құраннан ең соңғы қандай сүре, қандай аятты оқисың, сол жерде болады дейді да. Мысалы, біз бір Фатиха 3 ықыласпен бітсек, біздің жәннаттағы дәрежеміз солай болады. Ал егер бір Фатиха кейін Құранның 114 сүресін оқысақ, дәрежеміз де сондай болады да. Бізге осы хадисте сол қарилар оқып жүрген кезде құралық деген бір не бар, 7 қырағат, 10 қырағат дейді ғой. Ресил Құра Али деген ұстаз келіп айтқан еді. Сол кезде бізге айтты, сендер қари болдым деп мәз болмаңдар. Ертең сендер жәннатқа барған кезде 114 сүрені оқисыңдар дейді. Ол мына жақта уже Құра хафыздар дейді, 10 қырағат, 7 қырағат иелері өтіп баратады дейді. Сол үшін тек қана қарилыққа емес, қырағаттарды үйренуге де қызығыңдар. Құралық дейді былайша айтқан кезде. Бұған 2 себебін айттық қой. Біріншісі, адамдар Аллах тағаланың кітабы екенін толық иман етпейді. Екіншісі, дүниеге барлық уақыттарын арнап қойған. Үшіншісі де біз күнә көп жасаймыз дейді. Сол жасаған күнәларымыз бізге Құран оқуға мүмкіндік бермейді дейді. Жалпы мынандай не бар, енді Құран әрбір мұсылман жүрегінде бар екен, Аллах тағала жүрегіне салып қойған. Мен бәршамыздың жүрегімізде бар. Бірақ адам өсе келе күнә көп жасағаннан кейін пенделікпен Құран жабылып қалады екен. Сол үшін дегенде кішкентай балалар Құранды тез жаттап алады.
ал есейген адамдар жас ілгері кеткен сайын Құран оқу жаттау қиындай береді, өйткені өйткені жасаған нелері көп, солай жауап қалады. Енді біз қалай не істейміз? Мынандай нәрсе бар, енді жалпы адамның ішінде екі түрлі не бар дейді, жаратылыс. Біріншісі нәпсі, екіншісі рух дейді. Екеуі әрдайым бір-бірімен былай бақталаста болады дейді да. Нәпсі адамды жамандық жасатуға уағыздайды, ал рух жақсылық. Енді қайсы жеңеді деген кезде біз қайсысына азық берсек, тамақтандырсақ, сол жеңеді дейді. Егер біз нәпсінің қалауларын оған азық берсек, оның қалаулары не? Музыка тыңдау, күнәлі істер деген сияқты, боғау сөздер, жаман жақтарға бару деген сияқты, сондай нәпсімізді азықтандырсақ, ол күшейеді да. Біз қаласақ та Құран оқи алмаймыз, қаласақ та мешітке бара алмаймыз, қаласақ та басқа бір адамдарға жақсы сөз айта алмаймыз да. Ал егер біз рухымызға азық берсек, Құран оқу, Алла тағаланы зікір ету, намаз оқу деген сияқты, немесе жаңағы тіпті пайғамбарымыз жақсы сөзде жымиюдың өзі садақа дейді. Сол сияқты жақсылық жасасақ, біз рухымызға азық береміз, ол күшейген кезде автоматты түрде нәпсіміз әлсірейді да. И сол кезде біз ішімізден келіп тұрады, Құран оқуымыз келіп тұрады, мешітке барғымыз келіп тұрады. Сол үшін бір-біріне байланысты ғой. Егер біз күнә көп жасасақ, ол бізді Құран оқудан тыяды. Бірақ біз Құранды көп оқыған сайын күнәдан біз өзімізді тыйа бастаймыз да. Құран аят бар, инна салата танха анил фахши вал мункар. Шынайы намаз адамды күнә жасаудан, Алла тағаланың тыйым салған нәрселерден жасаудан тыяды. Дәл сол сияқты Құран оқысақ та, ол бізді күнәлардан, жамандықтардан тыяды. Енді біз Құран оқу, Құранға қызығу, Құранға түсу туралы айтып жатырмыз ғой. Енді сол Құранға түсу үшін бізге не керек? Сосын бізге ол не нәрсе береді жалпы? Адамда бір мақсат болады ғой. Бір нәрсе істегенде оның осындай нәтижесі деген сияқты ғой. Сол үшін Құран бізге не үшін керек өзі? Қазіргі мына күнделікті өмірде дейді ғой. Не береді және де? Не өзгеріс болады ол Құраннан кейін? Адамдарға ең маңызды тақырып осы деп ойлаймын. Өйткені қызығушылық осыдан пайда болады. Жалпы Құран не үшін керек бізге? Құран не береді? Енді біз бұл сұраққа жауап бермес бұрын, жалпы Құранның түсірудің мақсаты не? Соны біліп алайық та. Енді әрбір нәрсенің мақсаты бір себебі болады ғой. Жалпы Құранның негізгі түсірілу мақсаты, Құранда да аят бар, әстағфирулла, ең алғашқы Бақара сүресінің. Алиф лам мим заликал китабу ла райба фиһи худал лил муттақин. Алиф лам мим бұл сондай бір кітап, өзінде ешқандай күмән жоқ дейді. Және де мұсылмандарға, тақуаларға тура жолды хидаятты нұсқаушы дейді. Құранның ең үлкен несі бізге тура жолды көрсету үшін. Білесіздер, Иса пайғамбардан кейін ешқандай пайғамбар келмеген. Пайғамбарымыздың арасы 600 жыл. Тіпті кейбір нелерді айтады, 21 күннен кейін уже Инжіл өзгеріп кеткен да. Иса пайғамбар Алла тағала аспанға көтеріп алды. 21 күннен кейін уже Инжілді өзгертіп берген да. Сол 600 жыл уақыт дүние қараңғылық ішінде қалған. Адамдар былайша айтқан кезде тура жолынан адасқан да. Жолдан адасқан. Осындай кезде біз енді қазір дүние қараңғылықтың ішінде қалған, азғындық, зұлымдық. Біз енді қазір арабтарға жабыстар береміз ғой. Пайғамбарымыз келген кезде Меккеде осындай пұттар табылған, осындай қыз балаларын көмген деген сияқты. Ол кезде тек қана Мекке емес, Арабия емес, барлық түрік әлемі болсын, Қытай болсын, Индия болсын, Мысыр болсын, қазіргі Европа болсын, бәрі осындай қараңғылық ішінде. Оларға бір нұрға мұқтаж етті. Сол кезде Аллах тағала пайғамбарымызды жіберді, пайғамбарымыз арқылы Құранды жіберді. Не үшін? Адамдарды тура жолға бастау үшін. Құран тағы бір аятына келеді. Әстағфирулла, ва наззална алейкал китаба тибьяна линнаси. Біз саған Құран түсірдік. Не үшін? Тибьяна ликулли шей. Барлық нәрсені баяндау үшін. Жақсылық пен жамандықты, хақ пен жалғанды, мұсылман мен кәпірді бәрін баяндау үшін біз сізге Құран жібердік. Және де худау, хидаят үшін, ва рахмату, мейірім үшін. Және де убишра лил муслимин, мұсылмандарға сүйініш ретінде. Осы өмірде және де ақыретте. Яғни Құран кәрім бізге былайша айтқан кезде тура жолды нұсқау үшін, хидаятқа бастау үшін. Кейін тағы бір Құран аятын айтады. Кім менің хидаятыма тура жолында болады, ол адам ешқашан адаспай, және де бақытсыз болмайды дейді. Егер біз Құранды ұстансақ, біз бақытты боламыз. Тағы екінші бір аят айтады. Кім менің зікірімнен бет бұрса, Құранның тағы бір аты зікір. Зікірімнен бет бұрса, оған осы өмірде қиын бір өмір береміз дейді, қиыншылықтар тап болады дейді. Оны ақырет күнде соқыр қылып тірілтеміз. Сол кезде адамдар ақыретке барғанда айтады екен, Аллахым, мен не үшін соқыр қылып жараттым? Мен дүниеде көретін едім ғой деген кезде, осы дүниеде біздің аяттарымыз, Құранымыз саған келген кезде сен одан бет бұрдың, оны ұмыттың, бізде сені осылай ақыретте ұмытамыз дейді екен да.
мен мынаны да байқап жатамын, қазіргі уақытта көзі көрмейтін адамдар да Құранға түсіп былай ондай бар екен ғой. Әрине, былай да оқи беретін адамдар бар екен, тыңдайтын адамдар бар екен. Жалпы бәрі сылтау. Мына жерде Раббысына деген шынайы махаббат болса, адам бәріне барады негізі. Уақыты да табады, ниет. Bir сөзбен айтқанда, махаббат әлсіз болып тұр ғой. Әрине. Енді Құран оқып жаңағы оған мән берген дұрыс па, немесе оны түсінуге тырысу керек па? Қалай жалпы айтасыз осы? Жалпы енді кейбір адамдар айтып жатады, Құранды не үшін оқимыз? Құранның мағынасын түсінсек жетеді ғой. Қазақшасын оқып алады, мысалы айтады, Құранда арақ ішпеңдер, арақ ішпейміз дейді. Зина жасама дейді. Бізге жеткілікті емес па дейді да. Жалпы осы Құранды оқуға байланысты мындай бір мысал айтсақ болады. Жалпы пайғамбарымыз Алла Тағалаға көп нәрседе былай жалып шағымданбаған екен да. Бірақ бір нәрседе шағымданған екен. Құранда астағфирулла қала расулу я рабби инна қауми иттахазу хазал қур'ана махжура. Аллах Тағала айтып отыр, қала расулу менің елшім айтты дейді. Пайғамбарымыз Аллах Тағала айтқан екен да. Я рабби, ей Аллахым, инна қауми иттахазу хазал қур'ана махжура. Я Аллахым, менің қауымым, үмметім осы Құранды тастап қойды дейді. Енді Құранды тастау қалай болады? Құранды тастау бірінші оқуын тастау. Оқуын. Иә. Көп адамдар мысалы бізде енді намазхандар Аллаға шүкір көбейіп келе жатыр, бірақ намазхандардың көбі Құран оқып білмейді да. Құранның да бір аты, Құранның мағынасы көп оқылатын кітап қой. Құранның алғашқы түскен сүресі де, аяты да иқра бисми раббикаллази халақ. Раббыңның атымен оқы. Құранның аты да оқуды білдіреді. Ең алғашқы түскен аятта оқы дейді, бірақ біз оқымаймыз да. Көп адамдар намазхандар жаңағы кириллицамен оқып алады, кейін 20-30 жыл сонымен оқиды. Бірінші осы екен, Құранды тастап қою осы оқуды. Сен Құранды түсіну үшін оқуың керек бірінші. Ал екіншісі Құранды оқыған адамдарда Құранды түсінбейді дейді, екінші тастап қою. Мысалы Құранды оқиды, бірақ түсінбейді, ой жүгіртпейді. Түсінбегеннен кейін амал да болмайды деген. Құранды түсінбегеннен кейін үшінші амал да болмайды да. Сол үшін біз Құранды оқуымыз керек, түсінуіміз керек, кейін амал да істеуіміз керек та. Енді пайғамбарымызға сұраған ғой, Айша анамызға келіп сұраған екен сахабалар, я Алланың расулы, пайғамбарымыздың мінезі қалай еді деген кезде, кәна хулуқуху Құранын. Оның мінез құлқы, тіпті кейбірінде қылық деп те келеді да, қылық іс-әрекет қой. Пайғамбарымыздың мінезі, қылығы, іс-әрекеті Құран еді дейді. Сөйлеген сөзі Құран, істеген іс-әрекеттер бәрі Құран. Сол үшін біз жалпы тірі Құран болуымыз керек қой. Сосын сіз айтып attыңыз ғой, адамдарды Құраннан тыятын дүние деп. Адамдар дүниеге беріліп кетті. И вот сол жерінде бір тұздап жүрейін деген ғой. Бір сахаба келіп пайғамбар саллаллаху алейхи сұрайды ғой, я Расулалла, осы дүние жайлы не айтасыз деген кезде, сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осылай жауап береді ғой, дүние ол лағнеттелген деп айтады. Себебі жаңағы сахаба сұрайды ғой, я Расулалла неге деп сұраған кезде, сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, себебі осы дүние адамды ұмыттырады, Аллаға жақындауға ұмыттырады деп айтқан ғой сол кезде. Жаңа бір ойымда тұрды да, күшті бір тақырып айтайын деп отыр едім, ойдан шығып кетті жаңа. Салауат айтып жіберіңіз. Салауат. Жалпы андай ғой, адам дейді, бір нәрсе ұмытқан кезде хадис бар, жаңағы жақсы көретін адамын еске алсын дейді да. Сол кезде ойына түсіреді екен Аллах Тағала. Бірақ біз ең жақсы көру керек болған адам кім? Пайғамбарымыз ғой. Сол үшін Аллахумма салли аля сәйдина, пайғамбарымызға салауат айту керек екен да. Сахабаларда, ей Алланың расулы, әке шешем сенің жолында Құран болсын деп кезін айтатын болған ғой. Кімге? Хазіретті Омарға сұраған екен да. Я Хазірет Омар, сен мені қалай жақсы көресің деген кезде, сені әке шешемнен де жақсы көремін дейді. Кейін тағы да екінші рет сұрайды, я Омар, мені қалай жақсы көресің деген кезде, сені бала шағамнан да жақсы көремін дейді. Ең соңында тағы да сұрайды, я Омар, мені қалай жақсы көресің деген кезде, мен сені өзімнен де қатты жақсы көремін дейді. Сол кезде пайғамбарымыз жымиған екен да. Сосын пайғамбарымызды бағана еске түсті, жаңағы нәрсе еске түсті. Жағы әсер етіп отыр машалла. Бағана айтып жатыр ғой, бірінші адам Құранды оқып үйрену керек дейді, одан кейін барып жаңағы мән беру керек, жаңағы аяттарына түсіну керек дейді ғой. Сол ең бірінші біз оқып үйренуден басталып тұр ғой, адамның өміріне жалпы Құран аяттары кіру деген, соның Алланың заңдарымен жүру деген нәрсе оқудан бірінші оқу керек екенсің, заңымен жүру үшін. А былай шала-пала болып кетеді да жаңағы нәрсе. Бір жерден көрген оқыған, ал сен күнде оқысаң, күнде жаңағы зікір сияқты есіңе салып отырады да Алланы. Сол сияқты бір аятты оқып жатасың, аят есіңе түседі, Раббың саған осы нәрсені айтып жатыр, бұйырып жатыр деп. Сөйтіп яғни Алланың бұйрығымен жүресің да. Соны айтқым келіп еді негізінде. Ал оған дейін ұмытып кетесің шынымен де. Намаз оқудың өзін ұмытып кетесің ғой.
5 уақыт оқып жүргенде. Жалпы енді қазіргі намазхандар Құранға түскен жоқ қой. Сол Құранға бірінші аяттарын дұрыстабаған дұрыс па? Мысалы, Фатиха сүрелерін, Ықыластарын немесе полный Құранға түскен дұрыс па? Енді жалпы мынандай не бар. Енді бұл жаңағы мына мәселе ғой. Құранды тәжвидпен оқу қаншалықты маңызды деген. Енді бізде имам Жазари хазіреттері бар. Осы Орта Азияда үлкен қырағат ғалымы. Ол кісі Шамда, Мысырда үлкен ғалым болады. Тіпті ең соңында мынау Әмір Темірдің кезінде Түркияның бас қырағат ұстазы болып тұрады. Кейін Әмір Темір осы Түркиядан жаңағы Сұлтан Бейазитпен соғысып оны ұтқаннан кейін Әмір Темірдің бір несі қандай жерге барып жаулап басып алса, сол жақта ғалымдарды өзен бірге Самарқан Бұқараға алып келіп отқанда, сол Түркия жерінен де және Сейд Шәриф Журжани мен осы имам Ибн Жазариді Түркия жерінен Самарқанға алып келген екен да. Осы Орта Азиядағы негізі қырағаттың несі істеп берген, қырағат іліміндегі тау сол имам Жазариде. Ол кісі айтады: «Әл-ахду бит-таджвиди хатмун лазим» дейді. Құран кәрімді тәжвидпен оқу ол міндет дейді да. «Өмәлләм юджауиден Құр'ана әсимун» дейді. Кім Құран тәжвидпен оқымаса, ол күнәһар болады дейді. Енді Құранды тәжвидпен оқу деген қалай? Білесіздер, Құран кәрімді Аллах Тағала пайғамбарымыз Жәбирил періште арқылы түсірді. Құранды тәжвидпен оқу деген Жәбирил періште пайғамбарымызға Құранды қалай түсірді? Дәл сол үлгіде Құранды оқу деген сөз да. Енді Құранда және аятта бар, екінші «Вәраттил Құр'ана тәртилі» Құранды тәртилмен оқыңдар дейді. Сол кезде жаңағы Хазірет Әлиден сұраған сахабалар, енді Хазірет Әли олар андай тәпсірші сахабалар болған ғой. Я Хазірет Әли мұсылмандардың әміршісі, мынау Құранды тәртилмен оқы, тәртил деген не деген кезде Хазірет Әли былай жауап береді: «Махариджул хуруф ва ма'рифатул уқуф». Әріптің махражын білу. Бірінші әріптердің, мысалы, ә, и, у қайдан шығады, ха, қайдан шығады, мысалы, айн, ғайн бар, сад, дат деген сияқты, соларды үйрену керек. Бірақ Құран үйренген кезде бірінші әліппенің бәрі оқиды ғой. Сол кезде бірінші не істеу керек? Әріптердің махражын дұрыстап алу керек та. Екіншісі ма'рифул уқуф, қай жерде тоқтау керек, қай жерде созу керек деген сияқты. Негізі екі маңызы осы не да? Енді осы подкасттан кейін әрине көптеген адамдар Құранға түсіп кетуі әбден мүмкін, соған себепші болуы мүмкінбіз. Бірақ кейбір адамдар түспей қалуы да мүмкін да. Ол адамдарға бір қосымша бір өміріне кіргізіп жіберетін әдеттер дейді ғой. Яғни Құранды күніне 10 минут тыңдау дегенді қосыңыздаршы өмірлеріңізге. Яғни Құран тыңдаған сайын күнде Құран болғаннан кейін жүректеріңіз тіріледі. Тірілгеннен кейін барып, сөйтіп әрекетке көшесіздер да. Өйткені біз көп музыка тыңдаймыз қазіргі уақытта. Бәлкім сол музыка да бізді Құраннан тосып тұрған шығар деп ойлаймын енді. Бәрі көрмейін десең де TikToktан, Instagramнан музыка шығып қалады. Сөйтіп Құран ұмытылады ол жерде. Өйткені басқа нәрсені тыңдап жүріп көбінесе деген сияқты. Енді бұл жерде мынандай ғой, адамдар Құранға түсті, болды, полностью Құранға беріліп кетті. Телефон бәрін тастады деген адамдар да сондай ойлайды да, мысалы. Ондай нәрсе емес. Күнде сол 10-15 минут қой. Болды, бөліп отырасыздар, телефондарын шұқи беріңіздер, бірақ мына жерде Құрандарыңызда Құран жаттала берсін, Құран оқыла берсін күніге. Жүректеріңізді тірілтіңіздер, амал етіңіздер деген мәселені негізі біз қозғап жатырмыз. Мынандай нәрсе бар ғой, айтады, адамның дейді құлағынан кірген әр сөз дейді да, бір тұқым сияқты, дәнек сияқты дейді да, жүрекке түскен. Оның дейді мысалы, жүрекке Құранды ести бересің, дәнек сияқты жүрегіңе түсе береді да. Біреу болмаса да, біреуге бүршік атса, адам жүрегінде Құран оянады. Енді бір күшті бір сұрақ қойып кетейін осы орайда. Әркімнің енді Құран кәрімдегі өзіне ұнататын, жүрегіне жақын бір сүрелері болады, аяттар болады. Сонымен бір-бірімізбен бөлісе кетейік. Мысалы, Әлішер бауырымыз өзіңде қандай? Маған көбінесе Ясин сүресі ұнайды. Ясин сүресі себебі Құранның жүрегі болып саналады ғой. Ясин сүресі адамның өміріне қаншама пайдалы сондай өзінің несін алып келеді. Адам мысалы аш болса, оны тойдырады дегендей, немесе бір затқа мұқтаж болса, сол мұқтаждығын өтеп береді. Сондайда тағы көп қой. Мысалы біреу үйлене алмай жүр, оның үйленуі мүмкін сол Ясин сүресін оқуымен өміріне береке кіреді, былайша айтқанда. Вот сол жағынан сол сүре. Ал олай болса Ясин сүресін оқып жіберіңіз десеңізші. Содан кейін мынандай болады, кейбір аяттар өзіңе өте бір жүрегіңе жақын болуы мүмкін. Мысалы Ад-Духа сүресінде бар ғой, жаңағы Раббың сені тастамады, кимеді деген сияқты. Мысалы мен сол аятты оқығаннан кейін полностью сүрені жаттап тастадым деген сияқты ғой. Кейбір жаңағы аяттардың адамға әсер етуі да,
адамды жаңағы құран жаттауға деген махаббатын ояту әбден мүмкін деген сияқты. Мысалы сіздің қандай аят, қай сүре жүрегіңізге жақынырақ, көбірек оқисыз деген сияқты ғой күнде? Маған енді жүрегіме жақын болған Ықылас сүресі. Өйткені айтады ғой, тек қана Аллах тағаланың таухидын, Аллах тағала жайлы айтқан бір ғана сүре бар, ол Ықылас сүресі екен да. Сол үшін де қамтып жіберген. Иә, сол үшін Ықылас сүресі маған жақын. Ең алғаш жаттаған сүреміз Ықылас сүресі. Сол үшін де болар еді, енді келінге бетін кім ашса сол ыстық болады дейді. Бір жағынан жеңіл. Ал өзіңізге қандай сүре? Маған өзіме көптеген сүрелер өте қатты ұнайды. Әсіресе Мүлк сүресі өте қатты ұнайды енді шынымен де. Содан кейін қозғағым келіп отырған нәрсе ол жаңағы Құранның бастапқыда жаңағы қысқа сүрелер бар ғой бізде. Жаңағы Аср сүресі, жаңағы Наср сүресі деген сияқты. Мен ойымша осыларды бір жаттап алу керек сияқты алғашқыға. Өйткені адамдар сразу Бағараны жаттап кетеміз деп ойлайды ғой. Кейін бір-екі бетінен қалып қалады. Сіз енді соңғысы 14-ші парада ғой, қысқа сүрелер. Осыларды 14-ші парадан бастасаңыз да бастай беріңіз. Ең бастысы махаббат бар да Құранға деген ше. Содан кейін барып үлкен жаңағы настрой қойып жаттай бересіз деген сияқты ғой. Сізге бір сұрақ қойдыңыз ғой, ең ұнататын сүре деген. Енді негізі менің ең көп оқитын сүрем, енді сүрені ұнатқаннан кейін шығар ең көп оқимын. Бірақ жаңа қате түсінік болмасын деп, негізі Уақиға сүресін өзім көп оқимын. Күнде үтір намазында оқимын. Енді бұл әдет маған қайдан қалыптасты? Жалпы не бар ғой? Уақиға сүресі былай адамның материалдық қиындықтарын кетіреді, дүниелік. Енді біз кезінде жаңа Стамбулда шәкірт болып оқыдық, ол кезде студент болғаннан кейін енді шетелде жүргеннен кейін Стамбул қымбат, Түркия. Кейде ақша болады, болмай қалады. Сол кезде біз енді Уақиға сүресін оқып өзіміздің барлық проблемамызды шешетінбіз да. Сол кезде әдет болып қалған да менде. Сол үшін күнде үтір намазында Уақиға сүресін оқимын да. Бірінші неде алғашқы 2 беті, 1 мен 2-ші бет. Ал 3-4-те солай не істеймін да. Осы жерде бір осындай бір сұрақ туындайды да. Көбісі айтады да, Уақиға сүресін оқы, иншаллах сен ризығың артады. Ол жағынан уайымдамай қылсаң болады деп. И вот сол кезде бірақ сол Уақиға сүресінде ақша туралы бірақ ештеңе айтылмаған. Жоқ, Уақиға сүресінде жәннаттың нығметтері айтылған да. Нығметтері. Вот солда мысалы жаңағы қорғыздары деген сияқты, жәннатта жемістер, нелер деген сияқты. Енді адамдардың қазіргі түсінігі ризық десе ақша, бизнес, байлық кеттік, миллионер болып кеттік деген нәрсе ғой негізінде. Енді мынандай нәрсе бар ғой. Енді Құранда бағана айттық иә, барлық нәрсе баяндалған. Тибияна ликулли шей, барлық нәрсе баяндалған. Енді Қожа Насыр, бұл кісі енді Қожа Насыр үлкен қазы, былайша мүфти адам болғанда, біз жаңағы Коня деген қалаға баратқан кезде Акшехир деген қала бар. Сода кәдімгі Қожа Насыр деген, Насреддин Қожа деген сол кісінің қабірі бар Түркияда. Бұл кісі 1200-1300 жылдар өмір сүрген адам. Сол кісі үлкен қазы болған. Сол бір уағызында не айтып жатқан екен да, осы аятты. Тибияна ликулли шей. Құран кәрімде барлық нәрсе баяндалған деген кезде бір адамдар болады қисық сөйлейтін, тиісіп қалатын, дінге тиісіп қалатын. Бір отырып айтқан ғой, олай болса, мына бидайды диірменнен қалай тартады? Айтылған ба дейді. Айтып жатсың, Құранда барлық нәрсе бар. Соны айтшы деген кезде, айтқан бар деген, айтшы деген кезде, мына аят айтқан сәзбинде, «Вәсәлу әхлә зикри ин кунтум ла та'ламун». Сендер білмесеңдер, білгендерден сұраңдар деген. Құранда қағидаттар бар. Қағидаттар бар, жаңағы не бар, нұсқаулықтар бар. Әйтпесе Құранда барлық нәрсені детально былай айтпайды да. Және Уақиғада сол да. Ода жаңа жәннаттың нығметтерін айтқанда, вот солай жаңағы енді осы дүниенің нығметтері, жәннаттың нығметтері жайлы айтқан. Сол үшін жаңағы неде көп бір пайдасы бар дейді. Тұздық қосып жүрген деген ғой. Осылай естігем, Уақиға сүресі адам оқыған кезде жаңағындай ішінде ақша, ондай не материалдық не келтірілмеген, ондай айтылмаған. Неге ол мысалы соны оқыған кезде адамға материалдық жағы артады? Неге Алла тағала оны ризықтандырады деген сұрақ туындайды ғой. Себебі Уақиға сүресінде жаңағы сіз айтқандай жәннат туралы айтылған, қиямет туралы айтылған. И адам соны көп оқыған кезде көп жаңағындай амал етеді ғой, соған түсінеді ғой. Түсініп оқыған кезде ол сол қияметке амал етеді, былайша айтқанда. Осы дүниеден арылады да қияметке амал етеді, соны көп оқиды. Соны көп оқығандықтан Алла тағала сол жаңағы пендені былайша айтқанда көп ризықтандырады екен да, сол себеп. Мынандай нәрсе бар ғой, айтады дейді да, мысалы адамды бір не деп айтады. Адам күн Аллах тағала дейді да, көлеңке дүние дейді. Егер сен күнге қарай жақындасаң, көлеңке артынан келеді. Сол сияқты мысалы Уақиғаны оқыдық, ақиретке біз дайындап жатыр. Біз Аллаға жүгірдік, көлеңке артымыздан келеді өзі. Егер біз көлеңкеге жүгірсек жетпейміз ғой. Қанша қоласаң да кете береді. Жаңағы сол сияқты бір келіп жатыр да. Осы дүниеден арылып, жаңа қияметке өзін бергенде Алла тағала осы дүниені оның адам артынан салып қойды. Мындай бір хадис құдси бар ғой деймін.
я дүние ухтуми мен хадамен, ей дүние, маған қызмет еткендерге сен қызмет ет. Мен дініме, менің жолыма қызмет еткендерге сен қызмет ет. Сондай бір хадисі құдси бар. Аллах тағаланың сөзі да. Вот. Сол үшін егер біз Алла жолында, Алла разылығына қызмет етсек, иншалла дүние аяғымызға келеді өзі. Құрметті көрермендер, біз подкастымыздың соңында сіздерге бір 4 жұмбақ ойластырдық. Осы Құран аяттарына байланысты. Егер осы жұмбақтардың жауаптарын білсеңіздер, астқа комментарийға жазып кетіңіздер. Осы жұмбақтарға бірінші дұрыс жауап берген бір адамға біз Нұрсұлтан ұстазымыздың сира кітабы бар, бәріңіз білесіздер, қазір жаңадан шығып жатыр. Сол кітабын сыйлық ретінде береміз. Енді сіздерге нелерімізді оқып кетейік. Жұмбақтарымыз. Бірінші жұмбақ: сүрелердің анасы, намаздың ол ең басы. Ол қандай сүре? Астыға жазып кетесіздер. Екіншісі: ішінде аят көркем болған, шайтаннан бізге қорған болған. Ұйқы алдында оқылса, мұсылманға қалқан болған. Тағы да сол астыға қалдырып кетесіздер. Үшінші: жүрек дейді бұл сүрені, Құранның ол төресі. Тірелерге ескерту, жанға азық керегі. Ал төртінші: жасырын иман иесі перғауынға үн қатқан. Раббым Алла дегенді өлтіресің ба деп қай сүреде тіл қатқан. Құрметті көрермендер, егер осы 4 сүренің қандай сүрелер екенін білсеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Ең алғаш дұрыс жауап берген бір адамға бағанада айтқандай Нұрсұлтан Рысмағамбет ұстазымыздың сира кітабын біз тарту қыламыз. Және де құрметті көрермен, осы Нұрсұлтан Рысмағамбет ұстаздың сира кітабын біздің Әл-Ғафар мешітіндегі Сафа дүкенінен ала аласыздар. Енді баршаңызға пайдалы білім болсын, подкаст пайдалы болып деген ойдамыз. Егер подкаст ұнаса, колокольчикті басып тіркеліп кетіңіздер, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Аллах тағала баршамызға пайдалы білімдер қылсын. Ал енді подкастымыз соңына жетіп отыр. Осы подкаст баршамызға пайдалы подкаст болуын Алла нәсіп етіп, көп адамдарға пайдалы ілім беріліп, және соған амал қылушыларына Алла тағала нәсіп етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға көркем түрде үлесуімізді, және кезіндегі сахабалардағылай бір-бірімізге мейірім көрсетуді, осы ілім жолында, амал жолдарында бірге болуымызды Алла нәсіп етсін. Сіздерге Алла разы болсын келгендеріңізге. Егерде әрі қарайда ұнап жатыр десеңіздер, екінші подкаст шығарамыз, үшіншісін шығарамыз. Енді бұл алғашқы подкаст болғаннан кейін бәлкім жүрегіміздегі нәрселерді шығарамай отқанда шығармыз. Шамал қобалжу деген жерлері бар, енді сіздер өздеріңіз енді түсінесіздер. Сол үшін бауырлар, аман саулықта болыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллах.